Сәлеметсіздер ме? Бүгін 18-ші нұсқаның Б бөлімін талдайтын боламыз. 11-ші есеп. Станцияда 7 қосымша жол бар. Неше тәсілмен 4 пойызды осы жолдарға қоюға болады. Немесе орналастыруға болады. Бұл жерде орналастыру бойынша шығарамыз. Орналастырудың формуласын жазып қояйын. N факториал, N азайту, K факториал. 7 жол, 4 пойызды. Осы 7 жолға орналастыруымыз керек. 7 факториал, 7 азайту, 4 факториал тең болады. 7 факториал бөлімінде 3 факториал тең. 7 факториалды 3 факториал көбейту 4, 5, 6, 7 деп жазамын. Бөлімінде 3 факториал. 3 факториалмен 3 факториал қысқарып кетеді. 4 5-ім 20, 6 7-ім 42, көбейтсек 840. 840 тәсілмен 4 пойызды 7 жолға орналастыруға болады. 12-ші есеп. Бізге А, Б, С, Д сандары берілген. Есеп 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде Д мен С-ны салыстыруымыз керек. Д бізде 3 бүтін түбір астында 14, С дегеніміз 5 түбір асты 6. Енді екеуін салыстыру үшін квадраттап жіберуімізге болады. 9 көбейту 14. С квадрат тең болады 25 көбейту 6. 14-ті 9-ға көбейтемін. 6, 3 ойда 126. 25-ті 6-ға көбейтемін. 130. Бізде С саны үлкен болып шығады. Немесе керісінше түбір астына енгізуімізге болады. 9 көбейту 14 түбір астында. Және С тең болады 25 көбейту 6. Мұнда бізде түбір астында 26, түбір астында 130. Қалай шығарсаңыз да сізде бірдей жауап шығу керек. Екінші бысында А мен Б санының көбейтіндісін табамыз. А көбейту Б. А бізде түбір астында 4,9, Б дегеніміз түбір астында 810. Түбір астында 4,9, түбір астында 810, бір түбірдің астына жазаламын. Және де тиімді тәсілмен шығару үшін 4,9 көбейту 81 көбейту 10 деп жазамын. 4,9-ды 10-ға көбейтемін. 49 көбейту 81. 49-дан түбір астынан 7 шығады, 81-ден 9 шығады, 63 көбейтіндісі. 13-ші есеп. Бұл есепті 2 бөлімнен тұрады. Асы ықшамдаңыз дейді. Түбір астында 4 азайту, 2 түбір асты 3. Біз келтіруіміз керек А минус Б-ның квадраты түріне. А квадрат азайту 2АБ қосу Б квадрат. Мені осы түрге келтіріп, содан 2 өрнектің айырмасының квадратын алуымыз керек. Енді мына жерде минус 2 түбір асты 3-ті жазып қоямын. Түбір асты 3, демек 4-ті 3 пен 1-дің қосындысы түрінде аламын. 1-дің квадраты және түбір асты 3-дің квадраты. Мінекей осы формуланы қолдану арқылы. Енді 1 азайту түбір асты 3-дің квадраты деген сөз түбір астында. Түбірдің астынан модуль 1 азайту түбір асты 3. Бізде модуль таңбасының астынан оң сан шығу керек. 1 мен түбір асты 3-ті салыстырасыздар. Бізде түбір асты 3 үлкен. Сондықтан түбір асты 3 азайту 1 деп жазамын. Өрнекті ықшамдаған кезде түбір асты 3 азайту 1 шығады. 13-ші есептің Б-сы бізге түбір астында 25 квадрат азайту 24-дің квадраты берілген. Біз өзіміз білетін қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктейміз. 25 азайту 24, 25 қосу 24. 25-тен 24 аламын 1, көбейтемін. 25-ке 24 қосамын 49. Кез келген санды 1-ге көбейтсем, сол санның өзі шығады. 49-дан түбір астынан 7 болады. Қайтадан қысқаша көбейту формуласын есімізге түсірейік. А квадрат минус Б квадрат, А минус Б, А плюс Б. Екі өрнектің квадраттарының айырымы, екі өрнектің айырымы мен қосындысының көбейтіндісіне тең.
Келесі бізде бөлшекті есептеуіміз керек. Ықшамдалатын болса, ықшамдаймыз қазір. Бірінші бөлшектің алымын жазып қоямын. Екінші бөлімінде 3-ті ортақ көбейткіш 3-ті шығарып жіберемін. 3-ті шығарып жіберем, x азайту 4 қалады. Азайту x азайту 3 алымын жазып қойдым. Бөлімінде ортақ көбейткіш 2. 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберемін. x азайту 4. Сонда екі бөлшектің ортақ бөлімі 6, x азайту 4. Бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш 2, екінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш 3. 2-ні әрқайсына көбейтемін. 2x азайту 2 азайту 3x. Мына жердегі минус таңбасы мен мұндағы минус таңбасы плюс болады. 3 9 тең болады. 2x азайту 3x менде минус x-ті береді. 9 минус 2 7-ні береді. 6x азайту 4. Екі бөлшекті біз қысқарттық. 7 азайту x бөлімінде 6 көбейту x азайту 4 шықты. 15-ші есеп. Кез келген тізбектің формуласы берілген. N-ші мүшесін табудың формуласын бізге 3-ші және 4-ші мүшелерін табуды сұрайды. A3 тең болады. 5-ті 3-ке көбейтемін. 3-ке 2-ні қосамын. Тең болады. 5 көбейту 3. 3-ке 2 қосам 5. 5 пен 5 қысқарады. 3 қалады. 4-ші мүшесін табамын. 5-ті көбейтемін 4-ке. 4-ке 2-ні қосамын. 5 көбейту 4, 6 тең болады. 2-ге бөлемін. 3-тен 10. 3-ші мүшесі 3-ке тең. 4-ші мүшесі 3,3-тен 1-ге тең. 16-ші есеп. Жеребеге қатысушылар 1-ден 100-ге дейін нөмірленген, 100-ге дейінгі сандармен нөмірленген жетондарды кездейсоқ жәшіктегі суырған. Бірінші суырылған жетонда 4 цифрының бар болуының ықтималдығын табуымыз керек. А оқиғасы деп алдым. Екінші Б оқиғасы 4 цифры болмауы. Классикалық ықтималдықтың анықтамасы бойынша N-нан M бізде барлығы 100 жетон бар, яғни 1-ден 100-ге дейін нөмірленген. Соның ішінде 4 цифрының бар болуы. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Бұл жерде 10 сан бар. Сонымен қатар 40, 41, 42, 43, 44-ті жазбаймын. 45, 46, 47, 48, 49. 9 сан бар, сонда барлығы 19 сан. А оқиғасының ықтималдылығы 100-ден 19, немесе 0,119. 4 цифрының бар болуының ықтималдығы 0,119. Енді осы 4 цифрының болмауы. Ол үшін мен қарама-қарсы оқиғаның ықтималдылығын табуды қолданамын. 1-ден аламын 0,119 тең болады 0,181. Б оқиғасының ықтималдығы 0,181-ге тең. 17-ші есеп. Бізде арифметикалық прогрессия берілген. 99 саны осы прогрессияның қандай да бір мүшесі. А1 бізге 12-ге тең болса, Д 3-ге тең болса, онда осы 99 саны прогрессияның нешінші мүшесі екенін табуымыз керек. А-ның формуласын жазамын. А1 қосу N-1 көбейту Д. А-н бізде 99-ға тең болады. 12 қосу N-1 көбейту 3. 3-ті N-ға көбейтем 3-н азайту 3 тең болады. 99-дан 12 аламын. 87. 3n тең болады. Минус 3-ті мына жаққа көшіремін. 87-ге қосылады. N тең 30. Сонда арифметикалық прогрессияның 30-шы мүшесі 99-ға тең екен. Айгүл мен Роза екеуі оператор болып жұмыс жасайды. Егер екеуі бірігіп жасайтын болса, 12 сағатта қолжазбаны теріп шығады. Айгүлдің өзі жеке жасайтын болса, Розаға қараған кезде 7 сағатқа ерте бітіреді. Сондықтан Розаны 2 сағат тереді деп жаздық. Айгүлді ерте бітіретін болғандықтан x азайту 7 деп жаздық. Айгүлдің осы қолжазбаны қанша сағатта бітіретіндігін, теріп бітіретіндігін табуымыз керек. Әр қайсының
жеке-жеке жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Және екеуі бірігіп жасайтын болғандықтан қосамын. Ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі 12 көбейту x көбейту x азайту 7. Бұл жерде мүмкін мәндер жиынын міндетті түрде жазып қоямыз. X тең болмау керек 0-ге, x тең болмау керек 7-ге, және x 7-ден артық болу керек. Ортақ бөлімге келтіремін. 12x азайту 7, x азайту 7. 12x қосу 12x азайту 84 тең болады x квадрат минус 7x. X квадрат минус 7x, 12-ке 12 қосам 24, минус 24x қосу 84 тең 0. Барлығын бір жаққа шығардық, таңбаларын ауыстыра отырып, x квадрат минус 31x қосу 84 тең 0. Так, дискриминант табамын. 31-ді 31-ге көбейтемін. 1, 3, 9, 961-ден азайтамын. 4 көбейту 84-ті. 84-ті 4-ке көбейтемін. 6, 1 ойда, 32, 336. 961-ден 336-ны азайтамын. 5, 2, так, мұнда 3, мұнда 9, 625. 625 ол бізде 25-тің квадраты. x1 31 азайту 25. 31-ден 25 алсам 6, 2 тең 3. Бұл бізде бөлуде түбір. 7-ден үлкен сандар керек бізге. x2-ні табам, 31-ге 25 қосып 2-ге бөлемін. 56, 2-ге бөлемін. 28. X азайту 7 тең болады. 28-ден 7 аламын. 21 сағат. Айгүл өзі осы қолжазбаны теретін болса, 21 сағатта аяқтайды екен. 19-шы есеп, өрнектің мәнін табуымыз керек. Косинус 24 градус, азайту косинус 84 градус, синус 54 градус. Біз бұл жерде мына формуланы қолданамыз. Косинус альфа азайту косинус бетта. Косинус альфа азайту косинус бетта бізде болады минус 2 синус альфа қосу беттаны 2-ге бөлемін. Көбейтемін синус альфа азайту беттаны 2-ге бөлемін. Сонда менде болады, осы жерге қышамдай берейін. Минус 2 синус 24 градусқа 84 градусты қосу 2-ге бөлемін. Көбейту синус 24 градустан азайтамын 84 градусты және 2-ге бөлемін. Минус 2 синус 108, 2-ге бөлсем 54 градус. Көбейту синус 84, 24 алып тастаймын. Минус 60, минус 30 градус. Бізде синус тақ функция болғандықтан таңбасын алдына шығарып жібереді. Сонда мына жерде 2 көбейту синус 54 градус, көбейту синус 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең. Синус 54 градус. 2 мен 2 қысқарады. Синус 54 градус, синус 54 градус қысқарады. Бізде 1 шығады. 20-шы есеп, теңсіздікті шешу модулі. Модуль астында, айнымалысы модуль таңбасының астында берілген теңсіздікті шешуіміз керек. X квадрат азайту 5x кем 6-дан, x квадрат азайту 5x артық минус 6-дан. Міне осы теңсіздіктер жүйесін шешуіміз керек. Бірінші, x квадрат минус 5x минус 6 кем 0-ден, x квадрат минус 5x минус 6 тең 0. Қандай сандарды қоссақ 5, көбейтсек минус 6 шығады. 6 мен минус 1. Екінші теңсіздікті шешеміз. X квадрат минус 5x қосу 6 артық 0.
Х квадрат минус 5х қосу 6 тең 0. Нөлдерін тауып аламыз. 2 қандайсы х санды қоссақ бізде 5. Көбейтсек 6 шығады. 3 пен 2. Сан түзуіне саламын. Минус 1-де 6. Ашық қалдырамыз. Бізде қатаң теңсіздік. Минус 1 мен 6-ның арасынан 0 аламын. 0, 0, минус, плюс. Маған керегі осы минус аралық. 2-де 3. Ашық қалдырамыз. Бізде екеуінде де қатаң теңсіздік. Мына жақтан 0 аламын. 0, 0, плюс, минус, плюс. Бізге артығы керек. Енді осылардың қиылысуын табамын. Сонда біздің теңсіздіктің шешімі минус 1-ден 2-ге дейін, 3-тен 6-ға дейін.